Ассалаумағалейкум. Міне Құранды Швецияда жағып жерді. Бұған мұсылмандар не істеу керек дейді. Не істейміз? Біз қарсы шығамыз, ренішімізді білдіреміз, Аллахқа дұға жасаймыз. Одан басқа біз ештеңе істей алмаймыз. Біз қосылып олардың бәрін олар сияқты ақымақ болып, хайуан болып, олардың Библиясын өртей алмаймыз. Өйткені Библияның ішінде де не дегенменен қанша қателік болса да, онда да Аллахтың сөздері болуы мүмкін. Сондықтан біз ондайға бара алмаймыз. Тек қана ренішімізді білдіреміз, қарсылығымызды білдіреміз, болды. Соған бола оны ұрып, біреуді өлтіріп қажеті жоқ, күнә арқалап. Өйткені ол Құран деген ол Құран емес ол. Ол жай ғана қағаз, типографический краска дейді ғой. Сол краскаменен қағаз ғана болды. Құран деген ол мына күшіне кіретін уақыты оқыған кезде ғана күшіне кіреді.